әліпби Q, Q әлде басқасы? Өздеріңіз білетіндей, қазақ тілі латын әрпіне көшуде, алайда неге ешкімге ұқсамас өзіміздің жеке әліпбиімізді жасамасқа деген сұрақтар туындайды. Шынымен де, неге? Алдыменен тарихымызда болған әліпбилерге назар аударайық. Қазір білетін кириллица 10 ғасыр бойы қолданылған араб жазуы немесе өткен ғасыр басындағы латын графикасы нұсқасы. Солардың қайсысы нағыз біздің әліпбиіміз? Нақты жауап беруге қиын, иә? Неге? Тарихи және саяси оқиғалар тілдік ортаға және олардың жазбаша ойлар жолдарын қалыптастыруына үлкен әсер етті. Ғасырлар бойы графиканы өзгертудің себебі қазақ дыбыстық ауқымының кейбір элементтерінің айтуы ерекшелігі болғандықтан белгілі бір алфавитті таңдауды қиындатты. Ал неге біз ежелгі түрік руналарын қайта жандандырмаймыз? Жауап өзінің атауында. Ежелгі руна болғандықтан, яғни бұрынғы замандарда қағаз атауы болмаған, сондықтан тасқа қашап жазған. Ойып жазу сызу мәнерін қағаз бетіне көшіруге ғалымдар қанша тырысса да ол бастамалары іске аспады. Бұл руна жазбаларының технологиялық ерекшеліктермен байланысты. Ал латын әліпбиінің таңдалуы уақыт талабы. Өркениет елдердің бәрі осы әліпбиді пайдаланады. Бізде солардың қатарына ілінуіміз керек. Әлемдік ақпараттық кеңістікке өтудің төте жолы жаңа цифрлық технологиялар латын әліпбиінде, сондай-ақ ағылшын тілінде бірқатар пәндерді оқыту, жас ұрпақ үшін көп тілді ортаны дамытуға байланысты латын алфавитін таңдау туралы жалпы шешім қабылданды.